ашық сабағымды 4-ші сынып орыс тілінен өттім. Менің орыс сыныпқа деген ең басты мақсатым оларға қазақ тілін үйрету. Мен оларға кіре сала айтамын, мен орысша білмеймін, түсінбеймін, бәрін маған қазақша айтасыңдар. Сонымен менің ең басты мақсатым оларға орыс оқушыларға қазақ тілін үйрету. Міне 4-ші Б сыныпты алдық. Бұл сынып өте белсенді, жақсылап дайындаламасаң жеп қояды десек те болады. Әрі қарай сабағымыздың тақырыбы 7 қарақшы болды. Менің бұл сабақтағы мақсатым анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазу және нақтылау мақсатында сұрақтар қою. Бұл мақсатқа менің оқушыларымның барлығы анық айтылған сөзді түгел тыңдады қазақша, ал оның көпшілігі тірек сөздерді теріп жазды, ал кейбіреуі сол тірек сөздер бойынша сұрақтар құрастырды. Келесі, мен сабағымды бастамас бұрын аффирмация әдісін пайдаландым. Менің сабағым жұлдызға байланысты болғандықтан жұлдыздаймыз, жарқыраймыз, жанамыз, белсенді болып бестік баға аламыз деп оқушыларыма өзімнен кейін қайталаттым. Келесі, оқушыларымды 2 топқа бөлдім. Оқушылар өте белсенді деп айтып кеткен болатын. 7 қарақшы және үркер тобы. Бейнероликта оқушылардың қандай белсенді екені көрініп тұрған шығар. Жарайды, келесі, әр топтан топ басшысын тағайындап, олардың топ басшыларына мынандай бағалау парақшасы берілді. Әр тапсырмаға жауап берген, тапсырманы орындаған оқушыларға бір балдан қойып отырды. Әрі қарай. Келесі, үй жұмысын сұрау үшін миға шабуыл әдісін қолдандым. Үй тапсырмасын мен сұрақ қойдым, олар дұрыс немесе бұрыс деп жауап беріп, жылдам шолып өттік. Келесі, жаңа тақырыпқа ену сабақты ашу үшін галереяны шарлау әдісін пайдаландым. Бұл жерде мен интерактивті тақтадан мынау жұлдыздардың суреттерін көрсеттім. Ал балалар, енді сендер қалай ойлайсыңдар? Не туралы сабақ дедім, оқушыларым маған кері байланыстарын берді. Әрі қарай. Содан соң бізде үнемі орыс сынып болғандықтан сөздік жұмыс жүреді. Сөздік дәптеріміз бар. Сөздік дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін аудармасымен бірге жазып алды. Содан соң жаңа сөздер жазғаннан кейін жұлдыздардың суретін көрсетінде, ал балалар, енді мынау қандай жұлдыздар екен дегенде оқушылар жауап берді маған. Әрі қарай. Келесі бізде мәтін алып тапсырма, яғни суретпен жұмыс. Ең бірінші мен осы суретті көрсеттім, оқушылардан сұрадым, балалар, біздің қазір оқитын мәтініміз не туралы деп ойлайсыңдар? Оқушыларым өз ойларын білдірді. Мынау бір қызды алып қашып бара жатыр, тағы бір нәрсе деп оқушыларым өздерінің ойларын еркін жеткізді. Мен де бұл жерде өз ойларын айтады, сұрақтарға жауап береді. Жалпы 2 балмен бағаланады бұл тапсырмам. Келесі мәтін, оқылым тапсырмасы. Бұл жерде менің оқушыларым түгел оқыды мәтінді. Дескриптор мәтінді оқиды, түсінеді және мазмұнын айтады. Бұл тапсырмаға жалпы 3 балл берілді. Келесі, мінекей оқушылардың оқып отырғаны көрініп тұр. Және осы мәтін бойынша жұптық жұмыс берілді. Бұл жерде менің мақсатымда көрсетілгендей, мәтіннен тірек сөздерді теріп жазу және сол тірек сөздер бойынша сұрақтар құрастыру. Оқушылар жұппен жұмыс жасады, тірек сөздерді тапты, бір-біріне сұрақ жауап қойды. Бұған 3 балл берілді, бұл тапсырмаға жалпы 3 балл берілді. Келесі. Бұл тапсырмадан кейін сергіту сәті болды. Сергіту сәтін мен сиқырлы барабан сергіту сәтін алдым. Бұл жерде балалар барабанды айналдырып, өздеріне тиесілі конвертті алды. Сол конверт бойынша өздерінің сыйлықтарын алды, немесе сұрақтарға жауап берді. Бұл өте балаларыма қызық болды. Әрі қарай. Келесі бізде топтық жұмыс берілді. Бұл жерде топтық жұмыста 2-ші мәтінді балалар оқыды және сол мәтіннен алған ақпараттары бойынша сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестендірді. Мәтінді оқиды, сөйлемдерді сәйкестендіреді. Бұл тапсырмам жалпы 2 балмен бағаланды. Міне балаларым осындай сәйкестендіру әдісін пайдаланып тапсырманы орындады. Кері байланысым жарқыра жұлдызым болды. Тақырыбым менің жұлдыз болғандықтан барлық тапсырмаларымды жұлдызға байланысты қылып алуға тырыстым. Мынау жерде менің балаларымның кері байланыс бергені көрініп тұрып, оқушыларының алдына, білім алушылардың алдына алтын түсті және күміс түсті жұлдыздарды қойдым. Ол күміс түсті деген менің бұл тақырып бойынша сұрақтарым бар, ал алтын түсті жұлдыздар мен барлығын түсіндім, өте жақсы дегенді білдіреді. Оқушыларымның көбі алтын түсті жұлдыздарын кері байланысқа жатқызды. Ол жерде біздің түніміз жұлдыз түстің, сол жұлдызды жарқыраттық біз.
2 оқушым ғана күміс түсті жұлдызды жапсырды. Ол оқушылармен сабақтан кейін келесі сабақтарда жұмыс жасалды. Ал үй жұмысына аңыз бен ертегіні оқу, тірек сөздерін теріп жазу берілді.